Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, бар жоғы 15 минут уақытыңызды алатын печенье түрін жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысын салып, ары қарай қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Келесі печеньемізге өте әдемі дәм мен иіс беру үшін лимонның сыртқы қабығын осындай майда күштен өткізіп салып, жақсылап араластырып жібереміз. Келесі сұйық майымызды құйып, тағы да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне алдын ала еленіп дайындалған ұнымыздың шетінен 3 қасық ұн салып, үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, тағы бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Мұны бізде осындай масса шықты. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мұны менде осындай өте ыңғайлы, жұмсақ әдемі қамыр шықты. Енді үстеліміздің бетіне қойып, мен осылай дөңгелетіп, өзіме керек мөлшерде 4 бөлікке бөліп алдым. Сіздер оқтаумен жайып кез келген формада кесіп алсаңыздар болады. Маған осылай жасаған ыңғайлы болды. Мұны әрбір бөлікті енді мен домалақтап осылай жіп тәрізді қып есіп алатын боламын. Мұнымен барлығын керек мөлшерде есіп алдым. Енді осындай кескіштің немесе пышақтың көмегімен печеньелерімізді өзімізге керек көлемде кесіп алатын боламыз. Мұны барлығын кесіп алдым. Енді осындай табанның бетіне жабыспайтын пергамент қағазын төсеп, печеньелерімізді орналастырып алатын боламыз. Печенье дайындап бастаған уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Осы печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мұны достар, бар жоғы 15 минуттың көлемінде менде осындай сап-сары өте дәмді печеньелер пісіп шықты. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттардан жасалынады. Дүкендегі печеньелерден ешқандай да айырмашылығы жоқ. Керісінше өте дәмді, әдемі болып көрінеді, және де өз қолыңызбен жасайсыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, менің каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді осындай өте дәмді рецепттермен қуантатын боламын. Мұны қарап тұрсаңыздар, печеньелердің ортасының бәрі толыққанды піскен. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.